Сәлеметсіздер. Құрметті тыңдармандар, сіздер адам миы туралы мектепте оқып жүрген кезде және қазір оқып жүрген оқушы болсыңыз, бұл туралы есіңізге түсіріңізші. Бірақ ойланып көрдіңіздер ме, неге адамның миы басқа тірі ағзаларға қарағанда ерекше дамыған? Бүгін біз осы сұрақтың жауабын бірге қарастырамыз. Биологияда ми орталық жүйке жүйесінің негізгі мүшесі екенін үйренеміз. Яғни ми біздің бүкіл ағзамызды басқарады. Сіз қазір ойланып отырсыз ба, сөйлеп отырсыз ба, осының бәрі мидың жұмысы. Енді алғашқы адамдардың өмірін елестетіп көрейікші. Ол кезде қазіргі технологияда үйлерде болған жоқ. Адамдар табиғатта тіршілік етуге бейімделді. Сол кезеңдерде адамның миы да қазіргі деңгейде дамымаған болатын. Сіздер тарихтан алғашқы адамдардың құрал жасағанын білесіздер. Дәл осы еңбек етумен ойлану адамның миының дамуына әсер етті. Адамдар бір-бірімен сөйлесіп, тәжірибе жинақтай бастады. Осылайша ойлау қабілеті күрделене түсті. Ойланып көріңіздерші, адам неге ғылым жаңалық ашып кітап жазып, ғарышқа ұшалады? Мұның барлығы адамның күрделі миымен байланысты. Адам миы ақпаратты талдап, болашақты жоспарлай алады. Уақыт өте келе адамның ми көлемі ұлғайып отырды. Биологияда мұны эволюциялық даму деп атаймыз. Ми дамыған сайын адамның есте сақтау және үйрену қабілеті де жақсарды. Күнделікті өмірде де ми саулығы өте маңызды екенін байқаймыз. Егер адам дұрыс ұйықтамаса, немесе қатты шаршаса, ойлау қабілеті төмендейді. Сондықтан миға да күтім қажет. Адам миы туралы қызықты факт өте көп болғанымен адамдар күнделікті өмірде оның барлығын біле бермейді. Сондықтан сіздер осы ақпараттардың кейбіреуіне келесі бейне жазбаларда да айтатын боламын. Мысалы, адам ұйықтап жатқанда да ми толық тынықпайды. Ұйқы кезінде ми ақпараттарды өңдеп есте сақтауға көмектеседі. Сонымен балалар, адам миы миллиондаған жылдар бойы дамып, қазіргі деңгейге жетті. Биология сабағында алған білімімізді күнделікті өмірмен байланыстыра білу өте маңызды. Себебі ми саулығы адамның денсаулығы мен болашағына тікелей әсер етеді. Келесі видеода ми ұйықтағанда не болатынын бірге қарастырамыз. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқтады. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар. Егер сабақ пайдалы болса, лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз, қоңырау басып каналға тіркеліп пікір жазуды ұмытпаңыз.